Барлығына сәлем, сіз BNA Group арнасындасыз. Бүгін біз «Невидимый гость» кинолентасының атмосферасына енеміз. Кешке жас кәсіпкер Адриан Дорианның пәтеріне Вирджиния Гудман деген адвокат келеді. Оны Адрианның адвокаты Феликс жіберді. Ер адам өзінің любовницасын қонақ үй нөмірлерінің бірінде өлтірді деп айыпталды. Бұл іс баспасөзде және теледидарда үлкен жауап алды. Бірақ Адриан өзінің кінәсіздігіне толық сенімді. Және ол қастандықтың құрбаны болды деп санайды. Айыптаушыларда куәгер пайда болды. Вирджиния ер адамға бұл туралы ескертеді. Оның айғақтары істің барысын толығымен өзгертеді. Олардың барлығын толық түсіндіру үшін және қорғаныс сызығын құру үшін бар болғаны 3 сағаттары бар. Вирджинияның айтуы бойынша Адриан кейбір мәліметтерді жасырады. Енді жеңгісі келсе, бәрін айтуы керек. Неғұрлым сенімді болу үшін әйел Адрианды оны шығарып аламын деп сендіреді. Өйткені ол ешқашан ұтылған емес. Бұл іс оның бүкіл мансабының керемет тәжі болады. Ал Адриан оқиғаның қыстың сүр кешінде бастайды. Оны Лаурамен бірге бірнеше ай бойы ерлі-зайыптыларды бопсалап жүрген бір аноним қаладан алыс қонақ үйге шақырды. Ал бүгін Адриан үнсіздік үшін 100 000 евро қолма-қол ақшамен қалдыруы керек еді. Кәсіпкер өзінің сүйікті әйелі любовницасы туралы білгенін қаламады. Өйткені ажырасу бизнеске кері әсер етеді. 2 сағат бойы олар нөмірде бопсалаушыны күтіп отырды. Ол бәрін айтып беремін деген мәтінмен Адрианның нөміріне SMS жіберді. Бір қызығы SMS Лаураның нөмірінен келді. Олардың тұзаққа түскенін түсінген әуесқойлар бөлмеден шығуға асықты. Бірақ кенеттен жуынатын бөлмеде Адрианға біреу шабуыл жасады. Есін жиған кезде ер адам жуынатын бөлменің есігінде өлі Лаураны тапты. Осы уақыт ішінде біреу бөлмеде болды және оларға шабуыл жасау үшін ыңғайлы жағдайды күтті. Ер адам любовницасына қарай жүгірді. Сол кезде полиция қызметкерлері бөлмеге кіріп, Адрианды қылмыс орнында ұстады. Ер адам Лаура Видальды өлтірді деген басты күдікті болды. Өйткені бөлменің есіктері мен терезелері ішінен жабық болған. Ал басқа қонақтар айқайларды естіген. Бірақ бөлмеден ешкім шықпаған. Полиция Адрианның өмірін бұзуға ешкімнің мотиві жоқ деп санайды. Және оның белгісіз зұлымдардың қастандығы туралы нұсқасы мүмкін емес болып көрінеді. Вирджиния бұл оқиғаға сенбейді және Адрианның өтірікті тоқтатып, шындықты айта бастауын талап етеді. Өйткені азапсыз құтқару болмайды. Адвокат ол ойлағаннан да ақылды екенін айтады және жас жігіттің жоғалып кеткені туралы газет үзіндісін алып көрсетеді. Айыптаудың куәгері байсалды екені анық. Сондықтан Адриана дәл қазір өтірік айтуды доғарған дұрыс. Оның өтірігі нәтиже бермейтінін түсініп, Адриан 3 ай бұрын Парижде сапарда болған кезге оралады. Ол жаққа әйеліне өтірік айтып, жұмыстың орнына Лаурамен кездесуге барды. Ғашық жұп орман арқылы тар жолмен келе жатты. Кенеттен жолға бұғы секірді. Бақытсыздыққа қарай қарама-қарсы жолда басқа көлік келе жатқан. Адриан басқаруды жеңе алмайды және автокөлік жүргізушісіне соқтығысады. Рөлде жас жігіт болды. Шамасы ол басын қатты ұрып, сол жерде қайтыс болды. Есеңгіреген Адриан полицияға қоңырау шалуға асығады. Бірақ Лаура жігіттің ремень тақпағанын және оның телефонына SMS келетінін байқайды. Әйел ғашығына олар емес, бұғы күнәлі деп айтады. Біріншіден, оларды ешкім көрмеді. Екіншіден, баланың өзі қауіпсіздік ережелерін сақтамады. Егер Адриан полиция шақырса, оның бизнесінен айырылатынын айтты. Олардың оқиға орнынан кетуге уақыты болмады. Көлік іске қосылғысы келмеді. Сол кезде Лаура келе жатқан көліктің дыбысын естіді. Әйел апатқа ұшыраған көлікке асығады. Бардачоктан қалам мен дәптер тауып, өлікті орындықтарға жатқызып қояды. Ол Адрианға оралып, подыграть етуді сұрайды. Мұның бәрі бірнеше секундқа созылды. Ал сырттан келген адам көмекке тоқтаған кезде Лаура жай ғана жазықсыз көріністі ойнады. Жігіттің көлігінде телефон соғып, Лаура оған асығып барып қоңырауды сөндіріп тастайды. Және телефонмен сөйлескенде кейіп танытады. Бірден ол есіктен қан тамшылап жатқанын байқайды. Ал ер адам оның қасында тоқтаған кезде Лаура қып-қызыл шалшықты жабуға тырысады. Ол кетіп бара жатқанда Лаура жігіттің телефонының қалтасына салып қояды. Содан кейін Адрианды мәйіттен құтылуға жібереді. Өзі оны күту үшін қалады. Ер адам көлге барғанға дейін 1 сағатқа жуық жолда болды. Ол көлікті жағалардың бірінде мәйітпен суға батырып жіберіп жатқанда уже күн батып кетеді. Адриан Вирджинияға шағымданады. Ол не істеп жатқанына қатты таң қалды. Және сәл болмағанда есінен ауысып кете жаздадым деп айтады. Лаура Адрианды алып кеткен кезде айтқан тағы бір күйзеліске төтеп беруге мәжбүр болды.
Келесі жағдай орын алды. Ол көлікте сүйіктісін күтіп отырған кезде кенеттен көлік тоқтап қалды. Ақ шашты адам Лаураның машинасы іске қосылмайтынын және жол қызметі бүгін жұмыс істемейтінін біліп, өз көмегін ұсынды. Томас Гарридан есімді мейірімді адам автомеханик болып шықты және сорғыштың астына қарап стартер көлікте қатты тежеу салдарынан ұшып кеткенін анықтады. Томас көлікті үйіне сүйреп апаруды ұсынды. Сонда ол оны жөндейді. Бұл көп уақытты қажет етпейді. Лаура жоқ деп айта алмай келіседі. Томас Лаурамен жақынырақ танысу үшін әйелі Эльвира туралы актерлық курстарда онымен қалай танысқаны және жұбайы қатерлі ісік ауруын жеңгеннен кейін олардың қаланың сыртына қалай көшкені туралы айтады. Ер адам Лаураның қайда жұмыс істейтінін және оның аты-жөнін сұрайды. Әйел өзін Ракель деп таныстырып, кітап дүкенінде істеймін деп жауап берді. Эльвира бейтаныс адамды жылы қабылдады. Қонақтар тіпті әйелдің қолындағы жараны байқап, алғашқы көмек көрсеткісі келді. Лаура бас тартты, ал Томас машинаны жөндеп жатқанда үйде шайдың барысында Эльвира жаңа танысынан оның өмірі туралы сұрады. Әңгіме балалар туралы болды. Эльвира өзінің Дэниел деген сүйікті баласы туралы айта бастады. Анасы баласымен мақтан тұтатыны анық. Жақсы, кішіпейіл жігіт, үйге келіп қалу керек. Эльвира Лаураға ұлының суретін көрсеткенде әйел шок болып қалады. Ол Адриан екеуі өлтіріп тастаған жігіт болып шығады. Аяқ асты Эльвираға Дэниелдің досы қоңырау шалып, анасына жігіттің достарымен кездеспегенін, оны ешкім көрмегенін хабарлайды. Томас жөндеуді аяқтады және әйел күйеуімен мазасыз жаңалықпен бөлісіп жатқанда, Лаура Дэниелдің телефонын диван жастықтарының арасына жасырды. Бірақ Эльвира ұлының нөмірін теріп үлгерді. Телефон шырылдады. Бұл ата-аналарға одан да көп алаңдаушылық туғызды. Өйткені жігіт бұрын телефонды үйде қалдырған емес. Лаура жалпы шатасуды пайдаланып үйлерінен кетіп қалады. Томас әйелдің көліктегі орындықтарын қалай қалпына келтіргенін байқады. Бұл оның бұрын көлік жүргізбегенін көрсетті. Бұл оқиғаны Адрианға айтып беріп, Лаура одан көліктен құтылуды, енді ешқашан кездеспеуді сұрайды. Адриан болған оқиға туралы әңгімесін жергілікті жаңалықтар репортажында көрген жоғалған жас баланың әкесі үшін өкініш пен азаппен аяқтайды. Адамдардың үлкен тобы орманды аралап жүргенде, сол кезде біреу Вирджинияға қоңырау шалады. Куәгер сот ғимаратына келді деп хабарлайды. Ал судьяның өзі жолда. Адриан бірден өзінің адвокаты Феликске қоңырау шалуды талап етеді. Бірақ ол бұл іс үшін қандай да бір маңызды тапсырмамен айналысады. Вирджиния тұтқындаушылар одан әрі не болғанын айтуды сұрайды. Бірнеше күннен кейін полиция Адрианның кеңсесіне келді. Ол жоғалған жігіттің ісін тергеумен айналысады. Және оның әкесі Томас өзінің ұлы жоғалып кеткен күні жолда бір әйелді алып кеткенін, және сол BMW жүргізушісінің номері Адрианның көлігімен бірдей екенін айтты. Бірақ адвокатпен жұптасқан адам полициядан құтылу үшін өзіне алиби ойлап тапты. Ол осы уақыт бойы Парижде болды. Ал Феликстан Адриан оның есімі отчетта жарқырамауын сұрайды. Алайда Вирджиния ер адамға оның көзі есепте оның есімін тауып алды деп сендіреді. Содан кейін Адриан Лаураны бәріне кінәлайды және оны шебер манипулятор және өзін жабу үшін тым алысқа баруға қабілетті деп айтады. Ол жоғалған жігіт Дэниелді ұрлық жасады деп айыптау үшін бәрін реттеді. Үлкен ақша мен жігіт шетелге қашып кетті деп айыптайды. Томас ұлының қашып кеткен ұры екеніне сенбейді және кәсіпкерден күдіктенеді. Томас Адрианның ұлының қайда екенін, Лаура екеуі денесін қайда жасырғанын айтуды сұрайды. Томас пен Эльвира Дэниелдің тірі емес екенін біледі, бірақ майытты тауып жерлегісі келеді. Алайда Адриан бәрін жоққа шығарады және күзетші үмітсіз әкесін көшеге шығарады. Вирджиния Адрианның әңгімесіне қанағаттанбайды. Ол әлі де ақтақтарға толы. Лаураны кім өлтірді? Оларды қонақ үй бөлмесіне кім шақырды? Егер ол істі жеңгісі келсе, Адриан қосымша мәліметтерді ашуы керек. Сонда ер адам бәріне бопсалаушыны кінәлайды. Мүмкін жолдағы ер адам қанды байқап, көлікті мәйітпен суға батырған кезде Адрианның соңынан ерген шығар. Оның айтуынша ер адам одан үнсіздік үшін ақша алуды шешкен. Бірақ Вирджиния бұл сандыраққа сенуден бас тартады. Оның пікірінше нұсқасы мүлде мүмкін емес және оның даму нұсқасын ұсынады. Бұл Томас Гарридаұлының өлімі үшін кек алғысы келеді. Оларды қонақ үйге шақырып, содан кейін Лаураны өлтірді. Адриан адвокатқа таңдана қарайды. Вирджиния оны любовницасын өлтіруге кінәсіз дәлелдеудің жалғыз жолы Томасты кінәлау керек деп сендіреді. Бірақ Адриан өлікпен не істегенін айтуы керек.
Кәсіпкер бәрібір күмәнданады, өйткені сотқа мұны қандай да бір жолмен дәлелдеуі керек. Қалай түсіндіруге болады? Неліктен бөлме ішінен жабылды? Содан кейін Вирджиния Адрианның жанына отырып, оның ісіне тіркелген фотосуреттерді көрсетеді. Олардың бірінде сол қонақүйдің қызметкері болған марқұмның анасы Эльвира бар. Томаспен сөйлескенде Адриан өзін және Лаураны айтып берген. Содан кейін ерлі-зайыптылар жоспар құрып, оларды қонақ үйге шақырып алады. Тығылып отырып бөлмені алдын ала дайындайды. Томас Лаураның телефонынан хабарлама жіберді. Содан кейін Адрианның басын ұрды. Содан кейін ол номерден терезе арқылы шығып кеткен. Ал полиция қонақтармен бірге бөлмеге кіргенде, Эльвира бөлмеден ешкім шықпағандай көріну үшін терезені ішінен жауып тастады. Мұндай нұсқа Адрианға сенімді болып көрінеді, бірақ кенеттен Вирджинияның телефоны шырылдады. Әйелге сотта куәгердің кім екенін ашылған туралы хабарланды. Ол Лаура мен Адрианды апаттан кейін бірден көрген жүргізуші болып шықты. Кәсіпкердің үміті үзіледі, бірақ Вирджиния ер адамды тыныштандырады, және егер ол оған жігіттің денесі мен көліктің қайда екенін айтса, ол сотта бәрін жабдықтайды. Сондықтан бір ғана Лаураға бұл істі бұрып жіберетінін айтады. Тек оның заттарының бірін суға батқан көлікке лақтыру жеткілікті. Адриан келіседі және картада көлікті тастап кеткен нақты орынды көрсетеді. Содан кейін ол көлікті суға итеріп жібермек болған сәтте жүк салғыштағы жігіт оянып шығуға тырысқанын мойындайды. Дэниел тірі еді, бірақ Адриан оған көмектеспеді. Кенеттен бұл сөздер адвокатты ашуландырады. Ол Адрианның мән-жайдың құрбаны емес екенін түсінді. Ол тек өзінің кінәсін басқалардың мойындарына ілгісі келді. Ол Лаураны бәрін айтып беремін деген сөзінен қорқып салқын түрде өлтірді. Адриан ақыры бәрін мойындайды. Вирджиния пәтерден кофе алып келемін деп кетіп, ол кеткеннен кейін Адриан Вирджиния берген қаламының ішінде микрофон мен радио таратқыш орнатылғанын байқайды. Ал қарама-қарсы пәтердегі терезе арқылы оны Томас Гаррида бақылайды. Көп ұзамай оған Вирджиния да қосылады. Әйел маска мен паригін шешіп тастайды. Адриан есеңгіреп қарап қалады. Өйткені Эльвира өзінің адвокаты болып көрініп, ұлын өлтірген үшін одан мойындама алып алады. Енді марқұмның ата-анасы бәрін полицияға тапсырады. Қылмыскер әділ жазаға тартылады. Сол кезде Адрианның есігіне нағыз Вирджиния Гудман қоңырау шалды.